Сәлеметсіз бе, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы топырақтың температуралық режимі. Қарастыратын сұрақтар. Бірінші сұрақ: жер беткейінің жылулық теңдестігі топырақ бетінің тәуліктік және жылдық температурасы барысы. Екінші сұрақ: топырақтың жылу физикалық сипаттамасы, топырақта жылудың таралу заңдылықтары. Үшінші сұрақ: топырақтың тоңдануы немесе қатуы, топырақтың температура және тоңдануының тереңдігін өлшеу. Өсімдіктер үшін топырақтың температуралық маңызы. Топырақ температурасының өсімдіктерге әсері ол деген тұқымның өсуі, тамыр жүйесінің жетілуі, тамырдың сору қабілеттіктері, органикалық заттардың бұзылуы, микроағзалардың өмір сүруі көп жағдайда топырақтың температурасына байланысты болады. Топырақтың құрамында келесі анықтамалармен сипатталады. Топырақтың үстіңгі температурасы ол орташа, тәуліктік, декадалық, айлық, жылдық болады. Максималды температура, минималды температура, амплитуда. Және топырақтың жыртылатын қабаттарындағы тереңдігіндегі температура ол 20 см аралығында, 1 метр аралығында және 3 метр 20 см аралығында кестірілетін тереңдіктегі амплитуда. Әр дақылдың өзінде тұқымның өсу температурасының төменгі, қалыпты және жоғарғы температурасы болады. Мысалы, күздік дақылдар үшін күздік арпа, бидай және жаздық дақылдар үшін қара және жаздық бидай, сұлы, қарақұмық минималды температура 1-5 градус аралығында болады. Ал оптималды температура 20-25 аралығында және максималды температура 30-35 градус аралығында болады. Жүгеріде керісінше 8-10 градус температура, оптималды 25-30 температура градус және максималды 35-40 градус аралығында болады. Температураның көтерілуі тамыр алуды жеделдетеді және оның есесіне тым жоғары температура егерде 45-тен жоғары болатын болса, онда өсуін, өркендердің шығуын және олардың өсуі жылдамдығын тежейді. Тамырдың өсуі 0 градустан 40 градус аралығында толық тоқталады. Өсімдіктердің өсу дамуында белгілі мөлшерде жылу қажет. Мысалы, физиологиялық процестер, фотосинтез, тыныс алу, транспирацияның қарқынды жүруі өсімдік пен қоршаған ауаның температурасына байланысты. Ауыл шаруашылығы дақылдарының әрбір түріне тән оның тұқымдарының өнуінің температурасы жоғарыда айтып кеткендей оптималды болады және осы көрсеткіштердің басшылыққа ала отырып әртүрлі дақылдардың ареалын өсімдік шаруашылығының еліміздегі аудандастырылуын жоспарлауға болады. Өсімдік онтогенезінде болып жатырған процестер температурамен байланысты болғандықтан минералды заттардың ергіштігі және судың тұтқырлығы 4 градуста судың соншалықты көбейіп, су өсімдікке ену қабілеті жоғарылатады. Өсімдікте және топырақтағы жүретін барлық химиялық реакциялар температурамен байланысты. Және де өсімдік зиянкестерінің көпшілігі, олардың көбеюі, таралуы топырақта болады. Мысалы, қар жамылғысының арқасында топырақ температурасы қыс айларында -4 градусқа төмен түспейді. Осындай жағдайларда көп зиянкестердің жұмыртқалары, личинкалары топырақ құрамына қыстап шыға береді. Ал егерде қар жамылғысы болмай аяз -20 градусқа дейін түссе, онда жәндіктердің жұмыртқалары жойылу төменгі температураның әсерінен олардың денелерінде мұз пайда болып, ауыр физиологиялық процестерге әкеліп соғады. Жәндіктер жоғары температуралардың әсерінен де әлсірейді. Өте жоғары температурада жәндіктердің биохимиялық процесі бұзылып, көптеген жәндіктер жойылады. Көптеген жәндіктердің өсіп жетілуі 30-32 градус аралығында болса, ал 45 градусқа жақындағанда толық жойылады. Күннің сәулелі энергиясы жылудың негізгі көзі болып табылады. Органикалық заттардың оған деген көң жатады, өсімдік қалдықтары жатады. Ыдырау барысында пайда болатын жылуды көкөніс шаруашылығында кеңінен қолданылады. Жылудың тағы да бір аздау көзі микроағзалардың тіршілігі кезінде бөлініп шығатын жылу.
ол температураға 1-2 градус температура әсерін береді. Альбедо топырақтың көптеген қасиеттеріне, атап айтқанда топырақтың түріне, ондағы органикалық заттардың мөлшері мен сапасына, топырақтың гранулометриялық құрамына, құрылымына, топырақ бетінің жағдайына, агроландшафттың өсімдік және қар жамылғысына байланысты болып келеді. Мысалы, мәліметтерді келтіруге болады. Құрғақ топырақта 14%, ылғалды топырақта 8-10%, құрғақ құба топырақтарда 25-30%, ылғалды топырақтарда 10-12%, ал биік өсетін шөптердің топырақтың беткейлерінде 32 градус бұрышпен 78% қайтарылады. Топырақтың жылу сыйымдылығы дегеніміз оның жылу қуатын сіңіру қасиеті. Бұл қасиет 1 грамм немесе 1 куб сантиметр топырақты 1 градус жылытуға кеткен жылу мөлшерімен анықталады. Осыған байланысты біріншісі салмақтық, екіншісі көлемдік жылу сыйымдылығы дейді. Жылу сыйымдылығы топырақтың минералдық және гранулометриялық құрамына байланысты болады. Ең жоғарғы жылу сыйымдылығы суға тән. Егер судың салмақтық жылу сыйымдылығы 1-ге тең алатын болсақ, кварц құмында 0,196, саз балшықта 0,233 болады. Ең аз жылу сыйымдылық ауада, ол 0,10,306 болып есептеледі. Судың жылу сыйымдылығы топырақтың басқа минералдық және органикалық құрастырушыларына жоғары болғандықтан, ылғалды топырақтың температурасы көтеру үшін көп жылу керек. Ылғалды топырақ оның құрғақ түрімен салыстырғанда баяу жылиды және баяу суиды. Жылу өткізгіштік дегеніміз ол топырақтың жылу өткізу қабілеті. Ол 1 секунд ішінде 1 шаршы сантиметр және қалыңдығы 1 сантиметр топырақ қабатынан өткен жылудың калория мөлшерімен есептеледі. Жылу өткізгіштік топырақтың өте маңызды қасиеті болып саналады. Одан топырақтың қатты органикалық және минералдық, сұйық және газды заттарының арасында болатын жылу өткізгіштік жылдамдығы қалыптасады. Мысалы, жылу өткізгіштік суда, шымтезекте, кварцта, гранитта әртүрлі болып келеді. Ең төмен жылу өткізгіштік ауада болатын болса, ең көбі минералдық заттарда және су аралық орында болады. Температура өткізгіштігі топырақтың жылы қабатынан салқын қабатына температура өткізу қабілеті болады. Жер бедерінің топырақтың жылу режиміне әсер ететін тегістігіне, баурайдың тіктігі мен экспозициясына байланысты болып келеді. Ең жылы болатын ол оңтүстік беткей, ал одан кейін батыс шығыс, ең салқын суық солтүстік беткейде болады. Баурай тік болған сайын, оның әртүрлі экспозициясындағы айырмашылық көп болып келеді. Оған қоса, бір жерлерде топырақтың ылғалдылығы, қардың қалыңдығы түрліше болып келетінен ескерсек, агроландшафттық егін жүйесін өндірудің қажеттілігі өз-өзінен түсінікті болады. Топырақтың қатуы мен еруі процесі ол атмосферамен және оның төменгі қабаттарымен тұрақты түрде жылу алмасу болып тұрады. Мысалы, жазғы күні және күндіз жылу ағыны топырақ кескінінің төменгі жағында бағытталады да, ал қыс кезінде және түнде ол жоғары қарай бағытталады. Соның салдарынан топырақ тоңазиды. Топырақтың жылу және су жүргілерін қалыптасуда оның қатуы немесе тоңдануы және жібуі маңызды орын алады. Су температурада 0 градуста қататын болса, топырақтың қабатында су 1,5-4 градус аралығында қатады. Өйткені ол топырақ құрамындағы минералды заттардың болуымен себебі болады. Топырақ жібуі екі түрлі жолмен жүреді. Ол біріншісі жібу төменнен басталып қар кеткенше аяқталады. Бұл жағдайда тоңданған қабат болмағандықтан қардың еріген суы топыраққа жақсы сіңеді. Және екіншісі ол тоңның жібуі төменнен басталып, одан кейін бір мезгілде төменнен де жоғарыдан да жүре бастайды. Осы кезде қар еру процесі үдей бастаса, біршама тереңдікте қалған ерімеген тоң қабаты оның топыраққа сіңуін төмендетеді,
керісінше топырақ бетімен жүретін ағын күшейеді. Ауыл шаруашылығы үшін топырақтың тоңдану тереңдігінің, уақытының және жібуінің маңызы зор. Қату тереңдігі келесі факторларға байланысты. Ол қысқы аяздарға, екінші фактор қардың қалыңдығы мен оның сақталу уақытының ұзақтығына. Мысалы, қар қалың болса, тоң жұқа болады. 40 градус аязда қардың қалыңдығы 25-30 сантиметр болса, 0,5 сантиметр аралығындағы тереңдіктегі топырақтың температурасы 15 градусқа төмен түспейді. Үшінші фактор ол ылғал топырақ құрғаққа қарағанда азырақ қатады, өйткені ылғал топырақ қатқанда көзге көрінбейтін жылу бөлінеді де топырақтың одан әрі қатуына жол бермейді. Төртінші фактор ол күлгін топыраққа қарағанда құмды топырақ терең қатады, батпақты жердің тоңы тереңге кетпейді. Және бесінші фактор ол топырақ тоңының тереңдігіне құнарлы қабатта әсер етеді. Орман алқабындағы топырақ ашық алаңдағы қарағанда аз қатады. Көктемде күн радиациясының және жер асты жылуының ықпалымен топырақ ериді. Мысалы, біздің Қазақстан Республикасының территориясын алатын болсақ, оңтүстікте топырақтың еруі наурыздың екінші декадасында болса, шығыс пен батыста сәуірдің екінші декадасында болады. Орталық өңірде мамыр айының бірінші декадасында болатын болса, солтүстікте мамыр айының екінші декадасында топырақ жылына бастайды. Енді топырақтың температурасының жылу режимдерін қалай реттеуге болады? Ол келесі негіздеулерге тоқталады. Бірінші, топырақтың жылулық қасиеттерін жақсарту үшін ондағы органикалық заттардың мөлшерін көбейту керек. Мысалы, көң енгізу, көпжылдық шөптер егу, сидераттарды, аралық дақылдарды, қатысатын ауыспалы егістерді енгізу қажет. Бұл шара климаты ыстық өңірлерде топырақтың температурасын төмендетуге мүмкіншілік береді, ал салқын аудандарда топырақтың тоңдануын немесе қатуын азайтады. Екінші негіз ол құрылымы жақсы топырақтарда өңдеу қабатын тереңдетуді қалыптастыру. Үшінші негіз ол далалық аймақта егістікте қар тоқтату. Әдетте Батыс Қазақстан облысының аймағында қар тоқтату қаңтардың аяғында, ақпанның ортасында жүреді. Төртінші негіз ол топырақтың жылу жүргісін жақсартуда суарудың маңызы көшті. Бұның нәтижесінде топырақтың жоғарғы қабатының температурасының өзгеруі амплитудасы азаяды. Келесі бесінші негіз ол деген топырақты қопсыту немесе тырмалау, культивациялау. Ерте көктемде жүргізілетін осы агротехникалық шара ол ылғал жабу деп аталады. Қопсыту арқылы топырақтағы капиллярлары түтікшелермен судың көтерілуін тоқтатамыз және қопсытылған топырақтың температурасын жылдам көтеріледі де егінді ерте егуге мүмкіншілік туады. Алтыншы негіз ол топыраққа мульча енгізу, немесе мульча дегеніміз ол жабын әртүрлі материалдармен топырақ бетін жабу арқылы топырақ альбедосын көбейту немесе азайту. Егерде топырақ температурасын көтеру керек болса, онда жамылғы ретінде торф, көң пайдаланамыз. Ал егерде топырақ температурасын төмендету керек болса, онда ақшыл түсті сабан, ашық түсті көңдер, өсімдіктің қалдықтарын пайдаланамыз. Жамылғының ақшыл бетінен күн радиациясы көп шағылсады да, топырақты қыздырмайды, температурасын көтермейді. Және соңғы негізгі ол деген топырақты құрғату. Ол агромелиоративтік шара, ылғалдылығы өте жоғары солтүстік аймақтарда жүргізіледі. Бұл шараның әсерінен топырақтың құрамындағы артық ылғал босайды, оның орнына ауа және жылу сіңіп, топырақ температурасын жоғарылатады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, соған жауап берулеріңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.